Бәріне сәлем, Дәуіт оралды. 2 айдан кейін превью жасау бойынша видео. Мен әрқашан превью жасағанда осындай мәселе болатын, асты жетпей қалады адамдар. Дәл осы кезде бізде G-ді басамыз, сосын Magic Replace деген таңдап, үстіне геолдер жазамыз, ағылшынша запрос. Сосын слойдағы суреттің үстінен Ctrl және де тінтудің сол жақ батырмасын басамыз, сосын Ctrl Shift I, Ctrl Alt I ол бізде суретті размерін көрсетеді. Бұл инструмент 1024-1024-ге ғана әсер етеді, сол себептен біз размерін тексеруіміз керек. Одан үстіндегі Replace дегенді басамыз, күтеміз. Ұзақ білмеймін енді бұл қалай жұмыс жасайтын. Міне бірінші нәтижеде шықты. Енді екінші рет қайтадан басамыз, ұнамаса күтеміз. 2-3 рет басамыз, сол кезде осындай ұнаған шығады. Бірден сохранить етіп аламыз. PNG форматта атын жазамыз. Бәрібір негізі қойып отырған. Сосын Express, яғни фотоны удалить ететін сайтқа кіреміз. Таңдаймыз осы жерде жәнегі суретті. Таңдаймыз, күтеміз. Сосын оң жағын басамыз, копировать изображение, қайттан келеміз де Ctrl-V басамыз, астын өшіреміз. Сосын бағанаға ең бір өзіміздің проектке келеміз. Сосын Ctrl-T-ні басып, оны үлкейтіп, кішірейтіп, бұрып қоямыз. Сол кезде осындай нәтиже шығады. Енді бұл Photoshop бетаға ұқсайды деп айта алмаймын, бірақ та Photopea мен бесплатно қолданғандықтан бұл мен үшін өте керемет нәрсе. Бірақ енді бұл да бета деп ойлаймын Photopea үшін. Олар енді жақсартатын шығар, бірақ бәрібір керемет нәрсе. Енді бағана басқа бір заказ жасап отқан кезде бұл қатты көмектесе алмады. Дәл осы жердегі сияқты болмады нәтиже. Бәрібір енді қалай да болса осы заказды орындауыма көмектесті тез арада. Достар, видео ұнаса онда каналға тіркелеміз. Тағы да видеолар болады, туториалдар. Кішкене кнопкалардың атын қойып отырдым. Кнопка деген кезде горячий клавиш дейді, яғни ыстық батырмалар. Соларды қойып қоям, тез жұмыс жасауға көмектеседі. Соларды қойып қойдым. Егер видео түсініксіз болып жатса, қайтадан көріңіз, немесе 0.5 жылдамдығымен көріңіз. Сау болыңыздар.